ары қарай жалғастыра берейік. Запистен көріп алады қалғандар. Запись қосып қойын. Мынау бітірдік ірі ошақты аралық миокардитті. Аралық миокардит жағымсыз склероз, көбінесе жағымды жағы болады. Кей жағдайда кардиомиопатияда дамуы мүмкін, бірақ көбінесе симптомсыз және толық жазылмай аяқталады миокардит. Яғни дұрыс лечение берген кезде. Келесі препарат ол бізде меланома. Меланома білесіздер, терінің қатерлі ісігі. Меланома терінің қатерлі ісігі. Мына жерде препараттарды беріп қойғанбыз. Документ жібергеннен кейін қарап аласыздар, мына кітаптағы, яғни анау не бар ғой, Зайратианс атласы, сол жердегі препараттар. Ең бірінші атауы меланома, бояуы гематоксил ниазинмен боялған. Жіктелуіне келетін болсақ, меланин түзуші ісіктердің ішінде меланома қатерлі ісігі болып табылады. Ісік сипаттамасы, микросипаттамасы, ісік дерма қабатында шоғырланған полиморфты митозы патологиялы жасушалардың ірі шоғырланған қалыптасқан тіндік және жасушалық атипизм тән. Оған тіндік және жасушалық атипизм тән. Ісіктің жасушаларының көбі цитоплазмасында қара қоңыр түсті пигмент гранулалардың меланиннің пайда болуымен сипатталады. Қара қоңыр түсті пигмент меланин пайда болады. Ісік асты тінге терең жайылған, өсуі инвазиялы болады. Бұл ісік астындағы тінге терең жайылған, өсуі инвазиялы. Яғни инвазиялы өсу деген басқа тіндерді де өзімен қатерлі ісікке айналдыратын тінді айтамыз. Инвазиялы өсу деп атайды. Даму механизмі бүйрек үсті безі зақымданған кезде пайда болуы мүмкін, және адреналин мөлшері төмендегендіктен бізде меланин түзілуі артады. Соның нәтижесінде бізде меланома қалып келеді. Бұл даму механизмі. Ал себептері ультракүлгін сәулелерді ұзақ уақыт әсер ету, папилломалардың жарақаттары немесе қалдардың жарақаттары, мең дейді ғой немесе, эндокриндік жүйенің бұзылуы, иммунитеттің төмендеуі, тұқым қуалайтын бейімділік, гиповиза аденомасы, гипертироидизм, қартаю, қант диабеті. Яғни байқасаңыздар, эндокриндік жүйенің бұзылуы нәтижесінде пайда болып тұр. Асқынуы меланинемия, меланинурия, метастаз өкпеге, миға, бауырға. Бізде препарат бар еді, білесіздер ме, бауырдың метастазы меланома. Сол бауырға тоже метастаз береді осы меланома. Нәтижесі жағымды химиотерапия, жағымсыз өлім. Яғни химиотерапиямен емделуі мүмкін, немесе жағымсыз өлім. Бұл бізде қатерлі ісік болып табылады. Келесі өкпенің микротамырларындағы микробты эмболия. Бағана микробты эмболияны тоже айтып едік қой. Енді бұл бізде микропрепараты. Микропрепараты эмболияны көрсеңіздер болады. Мына жерде қан тамыры бітеп қалған. Бұл бізде эмболия, соның ішінде микробты эмболия, гематоксил ниазинмен боялған. Бұл жерде саңылауларында микробтық эмболды көре аламыз. Айналасында лейкоциттің инфильтрациясы, бұл өйткені микроб болғандықтан, бұл жерде лейкоциттер инфильтрациясы болады, және абсцесс дамиды. Бұл жерде микробтар капиллярдың саңылауы бітеп қалады, және бұл кезде саңырауқұлақ түйіршіктері, паразиттер, немесе қарапайымдардан да құрылуы мүмкін, бірақ көбінесе осы бактериялар болады. Қан тамырын бітеген жерде әдетте эмбол кіші қан айналым тамырларында болса, онда өкпеде, үлкен қан айналым шеңберлерін бітесе бүйректе, көк бауырда, жүректе, басқа мүшелерде іріңдіктер немесе инфаркт қалыптасуы мүмкін. Іріңдіктер, өйткені бұл жерде микробты эмбол болып тұрып, іріңдіктер қалыптасады. Себебі бактериялар, саңырауқұлақ, паразит, қарапайымдар бағана айттық. Асқынуы абсцесс метастазы, яғни абсцесстің таралуы, сепсис және тромбтың аутолизі болуы мүмкін. Нәтижесі қалпына келу немесе некроз, инфаркт болуы мүмкін. Келесі препарат мускатты бауыр. Мускатты бауырдың макропрепаратын айтып кеткенбіз. Енді мына жерде микропрепарат. Бұл бізде бауырдың веналық гиперемиясынан пайда болады, созылмалы веналық гиперемиясынан. Мына жерде қызыл ошақтарды көріп тұрсыз, бұл қан толымдардың нәтижесінде бағана пигменттердің, гемоглобин пигменттердің жиналу нәтижесінде осындай қызыл түсті беріп тұр бізге. Бұл бізде гематоксил ниазинмен боялған мускатты бауыр деп атайды. Сипаттамасы, жіктелуі бәрі айтылған. Бұл жерде тек микросипаттамасын қайталап кетейін. Бұл жерде бауыр бөлікшелерінің ортасында қанға толы қызыл ошақтар көреміз. Бұл ортасында қанға толы қызыл ошақтар болады, ал шеткі бөлігінде майлы дистрофия. Міне шетінде гепатоциттердің майлы дистрофиясы. Осыны жаттап алыңыздар. Бұл жерде тек ортасында қанды ошақтар болады. Неге ортасында? Себебі бізде бағана веналар бітеліп қалды ғой, веналық гиперемия. Ол бізде центр лабуларлық
веналарда пайда болады ең бірінші. Ал шетінде бізде бағана гипоксияның нәтижесінде ол жақта уже майлодистрофия болады. Майлодистрофия болады. Және ошақтардың нәтижесінде бізде гепатоциттерде дистрофия, некроз, атрофия, склероз дамуы мүмкін. Және бұл көбінесе синусоидтар кеңейеді, орта бөліктеріндегі синусоидтар кеңейіп кетеді, себебі толыққанды болып тұр қандар, және гепатоциттердің зақымдануымен көрініс табады. Бұл бізде микросипаттамасы. Мына жерде синусоидтардың кеңейгенін көруге болады. Негізі макропрепаратта жақсы көрінеді, яғни майлодистрофияның дамыған. Кеше оны талдап кеткен болатынбыз. Келесі препарат бұл бізде жүректің семіруі. Жүректің семіруі бұл бізде строматамырлық дистрофияға жатады. Бұл жерде уже жүректе май тінін басады, инфильтрация, яғни даму механизмі. Мен айттым, строматамырлық майлодистрофия, липидоздар көбінесе нейтрал майлардың алмасуының бұзылуы нәтижесінде пайда болады, немесе оны жүректің тампонадасы деп атайды, немесе жүректің семіруі. Кешеде талдап кеттік бұны макропрепарат, енді микросын айтып кетейін. Міне бұл жерде бұлшықет шоғырларының арасында майдың жиналуы, бағана айттым ғой, гематоксиниазин кезінде бүйтіп домалақ вакуоль тәрізді көрінеді деп. Ал мына жерде міне судан үшпен боялған, уже қызыл сарғыш түспен боялған. Көрдіңіздер ғой, қызыл сарғыш түспен боялған. Және майдың қысуы нәтижесінде бұлшықет талшықтарының жіңішкіреуі және атрофиялануы пайда болады. Бағана айттым, түссіз болады. Эпикардтың стромасында орташа ірі майлар жинақталады. Эпикард білесіздер ғой, сыртқы қабатында ірі майлар жинақталады, және кардиомиоциттерді қысып тұрады, және ығыстырады кардиомиоциттерді. Және бағана атрофияға ұшырайды. Басты моменттер осы нәрсені жазу керек микросипаттамасында. Келесі препарат бізде папиллома. Тері папилломасы. Препараттың осындай тері папилломасын. Яғни көрсеңіздер, жасушалардың атипиясын байқауға болады. Бұл яғни ісік болғандықтан. Гематоксиниазинмен боялған бейспецификалы эпителийлік қатерсіз ісік. Қатерлі ісікке айналып кетуі де мүмкін, малигнизацияланып. Бұл кезде гиперкератоз дегеніміз, білесіздер ғой, кератиндердің көп мөлшерде, яғни қатты өсіп кетуі нәтижесінде байқаған боларсыздар, гиперкератоз кезде жасушалардың үлкейгенін байқауға болады. Яғни гиперкератоздың дәлелдемесі болып тұр бұл. Және көп қабатты жалпақ эпителийдің гиперплазиясымен папилла түрінде өседі. Гиперплазиясы, яғни көп түрде өсіп кетуі дейді, яғни папилла түрінде өседі. Және бұл жерде папилломаларда ұсақ тамырлардың көп түзілгенін байқауға болады. Ұсақ тамырлар көп түзіледі, және бұл жерде тіндік атипизм байқалады. Тіндік атипизм, яғни тіндердің өзгеруі, яғни басқа жаққа өзгеру атипизмі байқалады. Және стромада қабыну ошақтарын көреміз. Және кейбір жерлерде меланоциттердің санының көбеюін байқаламыз. Бұл бізде теріде болғандықтан меланоциттердің санының көбеюі де байқалуы мүмкін бізде. Және ісіктің тамырлы дәнекер тіндері жауып гиперкератозды көп қабатты жайпақ эпителий бүрлерінен құралады. Бағана папилломалар гиперкератозды көп қабатты жайпақ эпителийден. Жайпақ эпителий деген жаттағансыздар. Осы эпителийден бүрлер құралады бізде. Және ол бізде тері папилломасы түрлі деңгейде қасаңдануы мүмкін. Оның стромасы айқын дамып, эпителиймен қосарлана өсуі де мүмкін, эпителиймен жалғасып өсуі де мүмкін. Және ол біркелкі жайылмай дамып, ұсақ тамырлар көп түзіліп, тіндік атипизм байқалады. Және мүйізделгені де байқалуы мүмкін. Және эпителий полярлықты және кешенділігі де болуы мүмкін бұл кезде. Себебі көбінесе адамның папиллома вирусы соның нәтижесінде дамиды, және герпес вирусынан дамиды. Бұлар кеше айтылған себептері, асқынуы, бұл бізде макропрепаратта да болған тері папилломасы, бұл бізде микропрепараттың сипаттамасын айтып кеттім. Яғни маңызды нәрселер бұл жерде гиперкератоз, тіндік атипизм, меланоциттер санының көбеюі, жайпақ эпителийден бүрлерінің құралуы, қабыну ошақтарының болуы, және стромасының айқындамып, эпителиймен қосарлана өсуі. Осы маңызды моменттерді жаттап алсаңыздар болады. Сосын тағы да бір маңызды момент бар бұл жерде микросипаттамасында, ісіктердің томпиғандығын, яғни ісіктердің томпиып шығып тұруын, және саусақтар қолғаппен жабылғандай көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителиймен жабылғанын білдіреді. Осы саусақтар қолғаппен деген кітапта бар. Осыны тоже қарап алсаңыздар болады Цырковтан.
Келесі препарат ол бізде тамыр қабырғаларының петрификациясы. Тамыр қабырғаларының петрификациясы ол бізде минералды дистрофияға жатады, соның ішінде ізбестенуге жатады. Бұл тамыр қабырғаларына кальций тұздарының көп болу нәтижесінде петрификацияның түзілуі, яғни тастың түзілуі болып табылады. Міне ол бізде петрификация дистрофиялық ізбестену, ол жергілікті үдеріс болып табылады. Міне кальций тіндері детриттерге немесе дистрофиялы жерлерге шөгеді, яғни бұл дистрофиялық процестерден кейін дамиды. Бұл бізде казиозды ошақта, гуммада, инфарктте, жасушалық өлекседе, қабыну ошағында пайда болады петрификаттар. Міне казиозды ошақ, гуммада, инфарктте, жасушалық өлекседе, қабыну ошағында пайда болады. Және бұл тыртықтық тінде, мысалы жүрек қақпақшасының тыртықты кемістігі, атеросклероз, түйнегі, шеміршекте, өлі паразит немесе жатырдан түшкілік кездерде де байқалуы мүмкін. Себептері некроз, қабыну, фибриноз, химиялық және физикалық өзгерістер, кальций тұздарының абсорбциясы және фосфатаза белсенділігі мен сол ортаның сілтілік қасиетінің артуы нәтижесінде осы петрификация дамуы мүмкін. Асқынуы бұл жерде бізде сүйек пайда болуы мүмкін, асификация болуы мүмкін және қабыну процесі туы мүмкін. бұл бізде асқынуына да алып келеді, ал нәтижесі қайтымсыз болып келеді. бұл жерде нәтижесі қайтымсыз. мына жерде қарасаңыздар, мынау сұрмен фиолетовый болып тұр ғой, бұл бізде кальций тұздарының шөгіндісі, яғни петрификация дамыған. Бұл көбінесе бағанағы айттық қабынудың орнында дамиды, немесе инфарктыдан кейін кальций тұздарының шөгіну нәтижесінде пайда болады. Келесі механикалық сарғаю кезіндегі бауыр. Механикалық сарғаю деген білесіздер ғой, бауыр астылық сарғаю, яғни өттің бітелуіне немесе өттің дұрыс шығармауы нәтижесінде пайда болады, өттің қанға түсуі нәтижесінде. Бұл бізде аралас дистрофия, соның ішінде хромопротеидтік, гемоглобиндік, билирубинемия, билирубиннің қанға түсуі нәтижесінде бауыр астылық механикалық сарғаю пайда болады. гематоксилиазинмен боялған. Міне бұл жерде микросипаттамасында өт өзектері кеңейген, өт көлдері көрінеді, өт іркілген және өт капиллярларында, гепатоциттерде және бауыр лабуларындағы куферлық жасушалардың өт жолдарында сарғыш қоңыр өт жиналуы. Мынау бізде сарғыш қоңыр болып тұрған, бұл бізде өттердің жиналуын байқауға болады. Бұл бізде механикалық сарғаю кезіндегі бауыр. Және себептері өт тас ауруы, қатерлі ісік, ұйқы безінің және 12 келешектің қатерлі ісігінде, өт өзегінің тума бітеу, атрезия, гипоплазия, дұрыс жетілмеу, қақпалық лимфа түйіндері, бауырдың қатерлі ісік метастаздары, лимфогранулематоз, жаңа өскеннің пайда болуы, яғни бұлардың бәрі өттің дұрыс шықпауына ықпал етіп, бізде механикалық сарғаю дамиды. Және созылмалы холангиттер өт жолдарының обтурациясымен немесе компрессиясымен. Обтурация бітелу, компрессия сырттан қысу. Асқынуы салдарлық biliарлы циррозға алып келеді, холестазға, холемия, геморрагиялық синдромға. Нәтижесі хирургиялық араласу нәтижесінде өт тастарын алып тастауға болады, және ол жағымсыз жағы бауырдың бүйрек қызметінің жеткіліксіздігі, соның нәтижесінде өлімге алып келеді. Келесі препарат жалпақ жасушалы қасаңдалатын рак. Бұл тоже раққа жатады, жалпақ жасушалы. Міне препараттар өте көп, бұл жерде препараттары неден слайдтан қарап аласыздар кейін. Бұл жерде гематоксилиазинмен боялған қатерлі ісікке жатады. Бұл эпителийдің биспецификалы ісік қатерлі, жайпақ және өтпелі эпителийден дамиды. Сипаттамасы дермаға терең енетін көп қабатты жайпақ эпителий бар. Тіндік атипизм байқалады. Тіндік атипизм көп қабатты жалпақ эпителийден дамиды, тіндік атипизм байқалады. Ядролары полиморфты, ядролары гиперхромды, жасушалық атипизм. Бұл жерде тіндік атипизмде, жасушалық атипизмде дамиды. Жасушалық атипизм бағана ядролардың полиморфтылығымен, ядролардың гиперхромдылығымен көрінеді. Және патологиялық митоздық жасушалардың болуы. Бұны рак інжуі деп те айтады, дейді рак інжуі бар бұл жерде. Және кератиннің эзинофилді қосылуларын байқаймыз. Және бағана айтып кеттік бұл жерде. Міне қатерлі ісік, інжу маржандары. Осы інжу маржандары рак інжуі десе, осы бізде уже жалпақ жасушалық қасаңдалатын ракты естімізге түсіреміз. Метастаз лимфогенді жолмен беріледі. Ракалды процесс гиперплазия, метаплазия, дисплазия ретінде байқалады ракалды процесс. Даму механизмі көбінесе тыртықтармен немесе созылмалы зақымданулармен
орналасқан жерде дамиды. Себебі ультракүлгін және иондаушы сәулелер, терге түсетін химиялық канцерогендердің әсері, темекі шегу және иммуносупрессорларды көп қолдану. Иммуносупрессорлар иммунды тежейтін заттар, иммунитетті тежейтін заттар. Лимфогенді жолмен метастазданады көбінесе. Лимфа түйіндерін ісік дамыған жердің қасындағы мүшелерді зақымдайды. Нәтижесі химиотерапия арқылы жағымды нәтиже алуға болады. Жағымсыз нәтижесі қауіпті жиі рецидивтенеді. Яғни бұл қатерлі ісік болғандықтан қауіпті болып табылады. Келесі ол бізде саго тәрізді көкбауыр немесе көкбауыр амилоидозы. Осы бұл конгородпен боялады бізде. Конгород бояу немесе гематоксилин язин бояумен бояуға болады. Строма тамырлық белокты дистрофия ашытады, соның ішінде амилоидоз, соның ішінде көкбауыр амилоидозын ашытады. Лимфоидты тіннің орнындағы лимфоидтық фолликулаларды амилоид түзілген. Амилоид ол білесіздер аномальды белок осы көкбауырдың фолликулдарында түзіліп, оған яғни патологиялық түрде әсер етеді. Гематоксилин язинмен боялғанда қызғылт түсті, ал конго бояумен боялғанда қанық қызыл түсті. Поляризациялық микроскоппен де жақсы көрінеді, яғни бағана амилоидтық тіндерді көруге болады. Фолликулалары үлкейген, тығыздалған. Саго тәрізді лимфоид фолликулалардың негізгі өзгерістері осы негізгі. Және жасушалардың фолликулаларының шетіне қарай ығысқанын көруге болады, өйткені ортасын уже амилоидтық тіндер басып кеткен. Және түсі біркелкі бозғылт қызғылт түсті болуы мүмкін. Және олардың біршама үлкеюін тоже анықтауға болады бұл кезде. Даму механизмі бұрмаланған синтез, яғни амилоид қалыпты жағдайда болмау керек ол кезде. Себебі дәнекертінде зат алмасу бұзылысы, созылмалы инфекциялар, қатерлі ісіктер, ревматизмдік аурулар, іріңді деструкциялық үдеріске тән аурулар. Асқынуы мүше тіндерінің дистрофиясы, склероз, көкбауыр жеткіліксіздігі. Нәтижесі, жағымсыз нәтижесі паренхиманың атрофиясына және ағзалардың склерозына және олардың функциясының жеткіліксіздігінен функциясын дұрыс атқармауына алып келеді. Келесі препарат ол бізде организацияланған тромб. Бұл бізде тоже қан тамырды тромб бітеумен көрінеді. Препарат осы. Қан айналым бұзылысы организацияланған тромб. Сипаттамасы тромбтың құрамында фибрин, лейкоциттер, эритроциттер көруге болады, солардың инфильтрациясын көруге болады. Және бұл тромб саңылауды толық бітейді, және дәнекертін қан тамырының интима жағынан өседі. Және эндотелиймен астарланған саңылауды ғана көре аламыз, егер дәнекертіні полный жабатын болса. Дәнекертінде қара гемосидерин түйіндері кездеседі, гемосидерин түйіндерін көруге болады, яғни қан ошақтары пайда болғандықтан. Ол бізде бұрынғы тромб элементтері болуы мүмкін. Гемосидерин элементтері осы болу керек. Себебі бұл жерде екі фактор болады, жергілікті және жалпы фактор. Жергілікті факторға бізге васкулиттер, веналық гиперемия, қан ағысының баялауы, ал жалпы факторға гиперкоагуляция және ұйуға қарсы жүйелердің бұзылысы жатады, яғни қан ұйуға қатысатын жүйенің бұзылысы. Асқынуы тромболы васкулит, немесе тромболы артерит, немесе тромболы флебит, тромболы эндокардит, инфаркт ошақтары, атеросклероз. Нәтижесі жағымды асепсистік аутолиз, жағымды жағы абсепсистік аутолиз, яғни бағана тромбтың жойылуы, канализация, яғни тромбты каналдардың пайда болуы, васкуляризация, қан тамырлардың пайда болуы, ізбестену, флеболиттер. Бұл бізде жағымды жақтары. Ал жағымсыз жақтары тромболы эмболдың түзілуі, сепсистің дамуы және бактериялық эмболияның дамуы, яғни бактерияның түсуі нәтижесінде, және ол бізге некрозға немесе инфарктқа әкелуі мүмкін. Бұл бізде организацияланған тромб. Келесі препарат бізде туберкулез гранулемасы. Туберкулез гранулемасы препарат осы. Өкпенің миллиард туберкулез деп аталады. Қабыну, пролиферациялық қабыну, гранулемалық қабыну, инфекциялық туберкулез гранулема ашытады. Бұл жерде кадиозды некроз ошағын көреміз. Эпителиоид жасушаларды, лимфоциттерді, макрофагтарды көруге болады. Және эпителиоид пен лимфоцит жасушалар арасында пирогов ланханстың көп ядролы жасушаларының және күміс тұзының ерітіндісімен өңдегенде гранулема жасушаларының арасында аргирофильді талшықтарды анықтауға болады. Ол бізде Цилл-Нильсон әдісін қолданып алып жасушалардың туберкулез микобактериясын анықтауға болады. Осы Цилл-Нильсон және күміс тұзының ерітінділері деген жаттауы керек. Себебі туберкулез микобактериясы
асқыну пневмосклероз, эмфизема, жүрек және өкпе жеткіліксіздігі. Нәтижесі склероз, тытықтану, инкапсуляция, петрификация ол жағымды жақтары, ал жағымсыз жағы екіншілік некроз дамуы мүмкін. Келесі препарат ол бізде фибринді колит, немесе дифтеритті колит деп те атайды. Бұл бізде эксудативті қабыну, соның ішінде фибринді, соның ішінде дифтериялық колит болып табылады. Симптомасы ішектің шырышты қабығында фибринді қабыршақтар байқалады. Фибринді эксудат өте терең енген, ішектің қабырғасы қалыңдайды. Фибринді қабыршақ кілегейлі немесе сірлі қабықшаның үстін ғана жабады. Кілегейлі немесе сірлі қабықшаның үстін ғана жабады. Тығыз бірікпеген болады. Оның астындағы қабатта некрозды ошақтарды көруге болады. Немесе фибриндерден құралған тоже некроздық өлекселерді көруге болады. Нейтрофильді лейкоциттердің инфильтрациясын көруге болады. Және дистрофиялық өзгерістер тоже байқалады бұл кезде. Себептері бағанағы френкель диплокогы, пневмокок, стрептокок, стафилокок, дизентерия, микобактерия, туберкулез, химиялық заттар сынаппен уланған кезде, эндогенді улы заттар уремия кезінде, кейбір тұмау вирустары осы себеп болып табылады. Асқыну интоксикация, перитонит, ішек флегмонасы, қан кету. Ал нәтижесіне келетін болсақ, жағымды тыртықтану немесе қайта сорылады, жағымсыз іріңдеу немесе ойық жара. Келесі препарат ол бізде сүт безінің фиброаденомасы. Сүт безінің ол қатерлі емеске жатады, яғни рак алды процесс, эпителийлік орган спецификалы, яғни сүт безіне дамиды. Фиброаденома, сүт безінің фиброаденомасы. Бұл кезде стромалық құрамы басым болып табылады. Стромалық құрамы басым. Бездің құрамының көлемі мен пішіні әртүрлі болып келеді. Міне байқасаңыздар, бездер бір жақта кішкентай, бір жақта үлкен болып тұрады. Және интраканалдық фиброаденомадағы бездік өзекшелерді стромалық құрамы қысып тастаған, яғни стромасы көбейгендіктен бездерді қысып, бездердің саңылауы таралған. Және де бұл кезде альвеолар мен бөлікшелік өзекшелермен қатар бөлікшелік дәнекер көбейетін айқау болады. Дәнекер көбеюі байқалады. Бұл кезде бізде себептері дисгармон, яғни гормоналдық бұзылыс, дисплазия, тұқым қуалайтын бейімділік, қант диабеті, гипертиреоз, гипофизаденомасы, созылмалы қабыну аурулары, стресс, түсік, осының бәрі сүт безінің фиброаденомасына алып келуі мүмкін. Қатерлі ісік, асқынуы, саркомаға айналуы мүмкін, метастаз беруі мүмкін. Ал нәтижесі жағымды хирургиялық ем, ал жағымсыз қатерлі түрге айналу, малигнизация болып табылады. Енді келесі препарат грануляциялық тін. Бұл бізде тоже регенерацияға жатады. Дәнекер тіннің регенерациясы грануляциялық тін. Бұл бізде консистенциясы тығыз, капилляр, оның ішінде аморфты зат, гистоциттер, фибробласттар, лимфоциттер, сегменттелген лейкоциттер, көп ядролы жасушалар, коллаген және аргинофильді талшықтар болады. Бұл бізде, яғни грануляциялық тіннің құрылымы. Бұл жерде және үш компоненті болады: тамырлық компонент, жасушалық компонент, дәнекер-тіндік компонент. Тамырлық компонентке бізге капиллярлар кіреді, жасушалыққа лейкоциттер, макрофагтар, плазматикалық жасушалық лимфоциттер кіреді. Ал дәнекер-тіндік компонентке фибробласттар, фиброциттер, коллаген талшықтары кіреді. Себептері кілегейлі қабық пен сүйектердің жарақаты кезінде, тромб, некроз, инфаркт кезінде осы грануляциялық тін дамиды. Асқынуы, қабыну, грануляциялық тіннің қабынуы, ал нәтижесі ол всегда емдеу нәтижесінде қалыпты болып келеді. Ал толық емес, тыртықтың жарылуы немесе сәйкес келмеуі ол бізде жағымсыз нәтижесі болып келеді. Яғни тыртықтың жарылуы ол бізде жағымсыз нәтижеге алып келеді. Келесі ол бізде барет өңеші. Барет өңеші бұл бізде рак алды процесс болып келеді. Өңеш обырының алдындағы процесс барет өңеші. Мына жерде байқасаңыздар, метаплазия, дисплазиялық өзгерістер байқалған. Немесе өңеш эпителийінің метаплазиясы. Метаплазия ол басқа тіндердің алмасуы. Бұл бізде регенерация, патологиялық регенерация, метаплазия, адаптация, соның ішінде барет өңеші, метаплазиялық өңештің метаплазиясы, барет өңеші. Бұл бізде бақалша жасушаларда түзілген муциннің түсі көгілдірлеу, муцин түсін көруге болады. Бақалша жасушалардан түзілген және көп қабатты жалпақ эпителийдің призмалық эпителийге ауысуын, ішектік метаплазияны байқауға болады. Және бұл жерде ішектік метаплазия ошақтары бар, соны көрсетуіміз керек. Және көп қабатты жалпақ эпителийдің безді эпителийге айналғанын айтамыз. Бұл бізде микроскопиялық сипаттамасы. Себебі бағана айтып кеттік, өңештің обырында сол себептер жатады бұғанда.
және бұл жерде А витаминдік жеткіліксіздік кішкене ерекшелік болып табылады. Асқыну қан кету, стеноз, өңеш обыры, ал нәтижесі жағымды алдын алу, жағымсыз қан кету, малигнизация, карцинома, яғни өңеш обырына қатерлі ісікке айналып кету. Үшінші соңғы препарат мынау бізде бөгде заттар айналасындағы гранулема. Бұл бізде бөгде заттар түскен кезде пайда болады. Қабыну, өнімдік қабыну, продуктивті қабыну немесе гранулематоздық қабыну соның ішіндегі. Бұл жерде инфильтраттар дамиды, макрофагтар, лимфоциттер басым болады, фибробласттардың көбейгенін көруге болады, өйткені бұл грануляциялық қабыну болып тұр бізде. Бөгде денені шектейді дәнекертіндері, сидерофагтар көп болады, және қоңыр түсті қосымшалар осы бағана сидерофагтардың нәтижесінде пайда болып тұр. Және бөгде денелік алып жасушалар, макрофагтар, лимфоциттердің көбейгенін байқаймыз. Бұл бізде сипаттамасы. Негізі осы гранулеманың түзілуі 4 кезеңнен өтеді. Бағана тоже айтылды бұл негізі. Бұл ең бірінші зақымданған тін ошағына жас моноциттік фагоциттердің жиналуы. Екіншісі олар жетіліп макрофагтық гранулема түседі. Үшіншісі эпителиоид жасушаға айналып эпителиоид жасушалы гранулема түседі. Төртіншісі пирогов ланхан жасушалары деп аталатын алып жасушалар түзіледі. Бұл бізде осы 4 кезең арқылы осы бізде гранулематоздық қабыну жүреді. Себебі инфекциялық және бейинфекциялық және дәрі-дәрмек болып бөлінеді. Инфекциялыққа бөртпе, сүзек, іш сүзегі, ревматизм, құтыру, вирустық энцефалит, тулеремия, бруцеллез, туберкулез, мерез, аллопец, склерома кезінде байқалады. Ал бейинфекциялыққа бізге силикоз, талькоз, асбестоз, биссиноз, яғни бұл аллергиялық аурулар болып табылады. Дәрі-дәрмектікке бұл бізде гранулемалы гепатит кезінде пайдаланатын дәрі-дәрмектер жатады. Асқынуы сепсиске алып келеді, немесе абсцесске алып келеді. Нәтижесі жағымды склероз дамиды, немесе петрификат түзіледі, жағымсызы некроз. Осымен бізде бүкіл микропрепарат талдап шықтық. Енді уақыт тапшылығына байланысты тез талдауға тырыстық. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады осы микропрепараттарға байланысты, немесе осы патент сессия туралы сұрақтар болса жауап берейін. Сұрақтары жоқ болса, запистің бәрі сақталады. Сіздерге YouTube-қа ссылкасы болып жіберіледі. Сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады. Ешкімде сұрақ жоқ болса, онда жақсы, сау болыңыздар. Запись сақталады, сосын барлығы сіздерге группаға, WhatsApp-қа жіберіледі. Осымен марафонымыз аяқталды.